Саламатсыздар ма балалар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгінгі сабағымыз өте қызықты өтпекші. Бүгін біз барлығымыз ойын ойнаймыз. Сабағымыз интеллектуалды ойын кім тапқыр деп аталады. Ойын мақсаты өткен білімдерін саралау, ойлау, сөйлеу қабілеттерін дамыту, өз ойларын еркін жеткізуге болу. Кәне, ойынға дайынбыз ба? Олай болса, бастайық. Кәне, ойынымыз бірінші кім білгіш деп аталады. Кәне, кім білгіш екен? Ойланып көрейік. Мен бірнеше сөздер айтам балалар. Ал сендер сол сөздердің орысша аудармасын табыңдар. Кәне, кім жылдам екен? Кім білгіш екен? Бірінші сөз бөлме. Екінші қолшатыр. Үшінші әже. Төртінші сөз оқушылар. Бесінші дәптер. Кәне, кім жылдам аудармасын тапты? Өте жақсы. Жарайсыңдар балалар. Ал келесі мынандай тапсырма. Экранда кесте берілген. Кәне, кестені дұрыс белгілей қойыңдар. Кім жылдам? Жарайсыңдар. Тамаша. Қалт етпе, қағып ал, жауабын тез тауып ал. Келесі сайысымыз логикалық тапсырмалар. Бірінші тапсырма. Жақсылап тұрып мұқият тыңдап ал. 3 адам шахмат ойнап жатты. Барлығы 3 партия ойнады. Сонда қанша партия ойнады? Кәні ойланып көрейік. Жауабын таптық па? Тамаша. Келесі тапсырма. Бөлмеде 12 балапан, 3 қоян, 5 күшік, 2 мысық, 1 әтеш және 2 тауық болды. Осында тағы ит және оның қожайыны кірді. Бөлмеде қанша аяқ бар? Кәне ойланып көр. Кім жылдам жауабын табар екен? Жауабын таптық па? Жарайсыңдар. Өте жақсы. Тамаша. Ал енді балалар, сурет бойынша теңдіктер құрастыра қойыңдар. Кім жылдам екен? Кім өжет екен? Жарайсыңдар балалар. Ал енді келесі тапсырма берілген фигураларды құрастырайық. Кәне, кім жылдам мына берілген фигураларды құрастыра қояды екен? Құрастырдық па? Бәрі келді. Өте тамаша. Ал енді балалар, келесі ойынымыз жауабын дұрыс белгіле. Кәне, кім жылдам дұрыс жауапты белгілейді екен? Шахматтың тақтасында неше қара торлар бар? Бірінші жауапта 36, екінші жауапта 32, үшінші жауапта 40 дейді. Кәне, қанша торлар бар екен? Қай жауап дұрыс? Дұрыс жауапты таптық па? Өте жақсы. Олай болса, келесі тапсырма. Бір жылда неше мезгілі бар? Кәне, дұрыс жауапты жылдан белгілей қояйық. Келесі тапсырма. Бір тәулікте неше сағат бар? Кәне, жылдан белгілей қояйық. Өте жақсы. Жарайсыңдар балалар. Бәрекелді. Тамаша. Ал енді келесі тапсырмада жемістерді жинайық. Жылдам берілген себетке жемістерді жинай қояйық. Кәне, уақыт кетті. Өте жақсы. Жемістерді дұрыс жинадыңдар деген ойдамын. Тамаша. Ойынымыз ұнады ма? Өте жақсы. Олай болса, келесі сабақта осы ойынды әрі қарай жалғастырайық. Келістік пе?
Жақсы, олай болса бүгінгі ойынымыз осымен аяқталды. Келесі сабаққа дейін сау саламатта болыңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет.